облыс бойынша 78 мектепке өрт тактикалық оқу-жаттығу қосымша жүргізілу жоспарлануда. Ал жалпы жыл бойынша құрылған жоспар бар. Сол жоспарға сәйкес жылдың соңына дейін біз барлық мектептерде адам жаппай жиналатын нысандардың бәрінде өткізетін боламыз. Төтенше жағдайға байланысты барлық жерлерде дабыл қаққыштар және оқушылар менен мектеп қызметкерлерінің менен үнемі жаттығулар жүргізіліп отыр. Яғни мектеп жалпы төтенше жағдайға дайын. Сондықтан бірінші кезекте адамдарға немқұрайлы қарамауға шақырамыз. Баланы, кішкентай бүлдіршіндерді жалғыз тастамауға шақырамыз. Жалпы өрт қауіпсіздігіне бей-жай қарамауға шақырамыз.